Менің аты жөнім Әуелбекова Әсел. Сана қаржылық сауаттылық және инвестиция мектебінің негізін қалаушымын. Мен де жыл сайын тиімді сатып алу үшін Каспи жұманы күтемін. Бұның 5 себебі бар. Қаржылық сауаттылық бюджеттің қалтасын қағатын бір жолғы ірі шығынға ұшырамауға үйретеді. Айталық, жаңа ғана жөндеу жұмыстарын аяқтадыңыз. Енді жаңа пәтерді жиһазға толтыру керек. Бұл қажетті шығын ба? Әрине. Бюджетке салмақ салу мүмкін бе? Әлбетте. Бұл жағдайда жиһаз бен техниканың құнын қолма-қол төлегеннен оларды бөліп төлеу арқылы сатып алған тиімді. Екінші себеп. Каспи жұма ұсынатын бөліп төлеу тұтынушылық кредитке қарағанда тиімді құрал. 2025 жылы Қазақстанда тұтынушылық кредиттер бойынша орташа пайыз кепілді немесе кепілсіз болуына қарай 25% аралығында болды. Айталық, сіз құны 150 мың теңге тұратын кір жуғыш машинаны сатып алуды шештіңіз. Егер оны жылдық 20% бен кредитке алсаңыз, онда 2 жылда 33.225 теңге артық төлейсіз. Егер оны Каспи жұмада бөліп төлеуге алсаңыз, сізде комиссияда, пайызда артық төлемде болмайды. Осыдан үшінші себеп шығады. Өздеріңіз білетіндей, еліміздегі ресми инфляция 8,6% құрайды. Каспи жұмада бөліп төлеуді ресімдесеңіз, сатып алу сомасын 2 жылға белгілейсіз. Тауарыңыздың құны өспейді, немесе қосымша пайызда қосылмайды. Айтпақшы, естеріңізде болсын, Каспи жұма кезінде тауардың немесе қызметтің құнын көтеруге сатушылардың құқығы жоқ. Егер Каспи жұмаға дейін және ол жүріп жатқанда бағаның скринін жасасаңыз, оны банктың чатына жіберсеңіз болады. Олар шара қолданады. Шағын лайфхак. Сатып алған кезде сатушының рейтингіне назар аударыңыз. Төртінші себеп. Қажетті тауарды бөліп төлеуге сатып алу арқылы кредиттік тарихыңызды қалыптастырасыз. Ал болашақта ипотеканы немесе автокредитті неғұрлым тиімді шарттармен ресімдегіңіз келгенде, оның маңызы өте зор екенін түсінесіз. Мінсіз немесе жақсы кредиттік тарихы бар адамға банктер сеніммен қарайды. Оның үстіне өте ыңғайлы. Каспи қосымшасында банктен бөліп төлеудің мақұлданғаны не мақұлданбағаны туралы жауапты лезде аласыз. Соңында 5-ші себеп. Қаржы сарапшысы ретінде ақшаны дұрыс басқара аламын. Сондықтан Каспи жұмада әрдайым бөліп төлеуді таңдаймын. Кезекті ай сайынғы төлем жасалып жатқанда ақшам маған жұмыс істейді. Инвестицияларымнан алатын пайыздың есебінен міндеттемелерді өтеймін. Естеріңізде болсын, бөліп төлеуді сауатты жоспарлаған кезде ол тиімді құралға айналады. Ол қаржыңды басқаруға және отбасылық бюджетті сақтап қалуға көмектеседі. Каспи жұма бюджетіңізді тиімді пайдаланып, арманыңызға жетудің тамаша мүмкіндігі.